Келесі стиліміз бұл қабыршақтану, яғни теснение стилі болып табылады. Бұл стилде нелер өте көп, мүмкіншіліктер бұл стилдің өте үлкен. Мысалға бұған біз мынандай нелер беруімізге болады. Мысалға бұның қабыршақтану несінің көлемін үлкейтіп қойып, мысалға мынандай көлем беріп оған, және де оны былай қанық қырларын тік қылып, және де оны қырларын жай шеңберлеп не алуымызға болады екен. және де оны жұмсарту деген несі бар, мүмкіншілігі бар. және де жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай деген екі неміз бар бұл жерде. Мысалға төмен қарай қылатын болсақ, жарық төменнен жоғары қарай түсіп тұрады, және де біздің эффектіміз бұлайша мындай қалыпқа ауысады екен. Болмаса мынандай не арқылы, градус арқылы өзіңізге керекті неге қоюыңызға болады. Мысалға мынау сол жақтың төмен жақтан жарықтандырылып тұрған сияқты, немесе жоғары жақтан сол жақтан оң жақтан жарықтандырылып тұрған сияқты деген сияқты әртүрлі нелерге ауыстырып ала беруіңізге болады. және де сол сияқты бұл жерде нелер бар. Мынау жоғары жақ түстер және де төменгі жақ түстер деген екі не бар. Мысалға біз төмен жақты қара түсті азайтатын болсақ, көріп тұрғаныңыздай төменгі неміз жай ғана көрінбейтін непрозрачный болып ауысып кетеді екен. және де бұларға басқа түстер де беруімізге болады. Мысалға андай түс берсек, ал жоғары жағына қызыл түс беретін болсақ, және де бұның несін нормальный қылып қояйық, мынағанда режимі нормальный болып тұра берсін. және де бұларды өзгерткен кезде енді бізде қырлары анық көрініп тұр. Негізі бұл сурет қазір бізде жай ғана мысал үшін қолданылып жатыр. Негізінде бұл сурет қазір ешқандай не эффект, ешқандай бір мағынасы жоқ сурет. Жай ғана эффектларды түсіндіру үшін ғана қолданып тұрмын. Келесі осы тесненияның қабыршақтанудың өзінде екі мүмкіншілігі бар, және контур және де текстура деген. Бұл жерде контур несін алатын болсақ, жаңа тесненияны қалпына альт батырмасын басып тұрсаңыз, сбросить деген отмена артқа қайтару деген неміз, батырмамыз бәрін қалпына келтіру деген неге ауысады. Альт батырмасын басқан кезде альт батырмасын басып қалпына келтіруді шертеміз, және де біздің суретіміз алғашқы несіне ауысады. және де жаңа контур неге барайық, контурларға диапазон беруге болады бұған. Жаңа контурға жаңа теснениядан бірінші размерін бұлайша үлкейтіп қойып, және де контурға келген кезде мынандай диапазон беруге болады екен. Көріп тұрғаныңыздай бұл жаңа суретіміздің қабыршақтануын қырларын тікке етіп көрсетіп береді екен. және де бұл жерде бұл қабыршақтанудың мынандай бірнеше түрлері бар. Мысалға мынау шеңберлік, ішкі шеңберлік, сол сияқты көптеген мүмкіншіліктері бар екен. Бұларды суреттің өзімізге қажеттілікке қарай өзіңізге қалаған неңізді ауыстырып қойып ала беруіңізге болады екен. Сол сияқты текстура несі бар, қасиеті бар бұл жерде. Жаңа қабыршақтанудың текстура қасиетінде бізде жаңа суретіміздің болмаса басқа да бір текстіміздің бетіне мынандай текстураларды қойып бере алады екен. Олар мынандай жерде орналасып тұр. және де бұлардың да бірнеше нелері бар, түрлері бар. Текстуралардың мысалы фактуралар, түсті қағаздар деген сияқты, түссіз қағаз, табиғи жаңа өрнектер деген сияқты әртүрлі нелер бар екен. Көріп тұрғаныңыздай бұл жерде қазір гүлдер несіне ауысты. және де бұндай нелерді, текстураларды өзімізде жасауымызға болады екен. Қазір бұл сабағымызды осы жерден үзе тұрып, мен сізге текстура жасауды үйретейін. Файл, мысалға бір не ашайық.
пикселға 30-да 30 пиксел аша салайық. Мысал үшін цвето жаңа кеңейтілуі 72 пиксел дюймына, және де түсі RGB түсінде 8 битті етіп ақ фонда сурет жаңа құжат ашамыз. Және де бұл құжатты альт батырмасын басып тұрып, мышканың көмегімен үлкейтіп, және де бұған мысалға мынандай бір не берейік. Мындай түстер берейік. Төртбұрыш ерекшелеулер. Мысалға бұлайша. Және де осы неге тағы да қосатын немізге ауысып, ерекшелеуге тағы да ерекшелеу қосатын неге режимге ауысамыз. Және де соның көмегімен мынандай тағы да осыған қосып, тағы бір төртбұрыш сызамыз. Және де сол сияқты тағы да бір рет төртбұрыш сызайық. Және де осыны мынандай бір түске бояйық. Бұл жай ғана мысал үшін осындай бір түске бояй салайық. Және де Ctrl-D комбинациялар, әріптер комбинациясын басу арқылы ерекшелеуді өшіріп қоямыз. Және де осылайша бұны біз редактировать, жаңа баптау, және де осы неден определить узор, яғни узор ажыратып алу деген нені таңдаймыз. Және де осы жерде узорымыздың, текстурамыздың атын береміз. Мысалға 111 деп қойық. Окей, сақталды. Және де болмаса мынандай бұл неге жаңағы текстураға мысалы жай ғана бір текст болмаса бір сол сияқты өзіңізге ұнаған бір нелерді қоюыңызға, мысалға мен етіп жазып қояйын. MA деп жазып қойсалайын мысалға. Және де оның пикселдарын 18 пиксел қылып кетейік. Және де осыдан біз не аламыз? Текстімізді растрлейміз. Және де осы неден жаңағыдай определить узор, яғни текстура ажыратып алу деген сияқты. Бұғанда 222 деп мысалға ат бере салайық. Және де бұны жаба салайық. Енді бізге бұның қажет жоқ. Жаңағы негімізге ораламыз, стилімізге ораламыз. Және де текстураға өткен кезімізде бізде бұл жерде жаңағы істеген текстураларымыз тұр. Мысалға жаңа 111 деген текстурамыз, және де 222 деген текстурамыз мына жаққа суреттің бетіне ауысып тұрады. Және де соның масштабын үлкейтуімізге болады. Мысалға жаңа MA деген менің текстурам. Және де оны бұлайша қанықтығын азайтуға, және де ішке қарай кіргізуге, және де сыртқа қарай қабыршықтан шығуына мүмкіндік беруге болады екен бұлайша. Және инвертировать, яғни инвертация жасау несіне мүмкіншілігіне птичка қоятын болсақ, ол жаңағы қабыршықтанып тұрған немізді, стилімізді ішке қарай көріп тұрғандарыңыздай ішке қарай кіргізетін болады екен текстурамызды. Және де болмаса мынау текстураны қойып көрейік. Жаңа екінші істеген текстурамыз мынандай текстура. Төртбұрыштар текстурасы мынандай 111 деген текстурамыз. Бұлай қойсақ ішке қарай кірді, ал бұлай шығарсақ сыртқа қарай қабыршықтанып шығады екен. Сол сияқты глянец стилі бар. Бұғанда сондай прозрачность, яғни көрнектілігі, және де бұғанда мынандай градус беруімізге болады деген, оның да несін өзгертуімізге, және де размерін үлкейтіп, былайша үлкейтіп кішірейтуімізге болады екен. Келесі неміз бұл түс орнату, жаңа немізге түс орнату суретімізге. Бұл түс орнату палитрасында өте қарапайым ғана палитра ашылады. Және де бұл жерде түс таңдау палитрасы, өзімізге керекті бір түсті таңдай аламыз.
және де оның көрінуін жаңағы көрнектілігін былайша төмендетіп және де қанық қылуымызға болады екен. Болмаса бұны былай қанық қылып қойып жаңа орнату режимдерін көбейтуге ауыстыратын болсақ, мысалға суретіміз ескі бір фонда тұрған сияқты эффект береді. Және де сол сияқты бұл режимдерді ауыстыру арқылы әртүрлі эффектті нәтижелерге жетуге болады. Көріп тұрғаныңыздай суретіміздің несі ауысып жатыр. Жай ғана режимін ауыстыру арқылы бірнеше нелерге ауыстыруымызға болады екен. Сол сияқты наложение градиент орнату, бұл да сол түс орнату сияқты. Бұның да жаңағы несін көрнектілігін көбейтіп азайтуымызға болады. Және де бұның да несін режимін ауыстыруымызға болады. Бұл да жаңағы көбейту режиміне ауысқан кезде керемет бір қараңғылану эффектісін береді. Және де инверсия несіне қасиетіне птичка қойсақ, уже бұл жоғарыдан төмен қарай, мысалға қазір бізде бір жағы қара, бір жағы ақ болса, бір жағы қара, бір жағы ақ болып тұр қазір. Соны мысалға инвертировать етсек, жоғарыдан төмен қарай істейтін болады. Енді бұл суреттің түсінде ауыстыруымызға болады. Мысалға мына жерден екі рет шертетін болсақ, қалаған түсімізді қоюымызға болады. Мына көріп тұрады, суретте түс ауысып жатыр автоматты түрде. Мысалға мына жерден мындай бір түс қоюымызға, болмаса былай көкшіл аспанның түсі сияқты мындай бір түс беріп қоюымызға болады екен. Енді оның көрінуін былайша азайтып көбейтуімізге болады. Сонда сол сияқты былай градусын өзгертуімізге болады, былай қиғаштығын. Және де бұл градиенттің сызықтық, радиалды, углдық және де зеркал бейнелік және де ромб деген қасиеттері бар. Мысалға ромб десек, мынандай қазір қанық қылып қояйық. Және де мынаны кәдімгіге қойылады. Мына ромб сияқты мынандай не береді, және де бұның градусын өзгерту арқылы былайша өзгертуімізге болады. Және де ромб болмаса мынандай сызықтық, былайша сызық болып тұр қазір бізде бұл. Бұдан кейін мынау радиалды. Бұның да жаңа көлемін, масштабын былайша үлкейтіп, радиусын үлкейтіп кішірейтуімізге болады. Және де углдық қандай бұны да былайша несін ауыстыруымызға болады. Және де бейнелік түстері, стильдері бар екен. Осы сияқты тағы да жаңа текстура орнату деген тағы да бір бұл жерде түсті текстуралар орнатып береді біздің суретімізге. Бұл жерде жаңа көбейтуге ауысатын болсақ, мына суретіміздің артқы фонында гүлдер ағып тұрған, өсіп тұрған сияқты эффектқа жетуімізге болады. Сол сияқты бұл жаңа текстураларды өзгертуімізге болады. Қалаған текстура өзгеріп жатқанын назар аударыңыз. Қалаған текстурамызды қоюымызға болады бұлайша. Болмаса жаңа мына жерден өзімізге керекті текстураны мысалға узорларды ашып, мындай узорлар орнатып алуымызға болады екен. Мысалға мынау жаңбыр жауып тұрған сияқты мындай эффект береді. Бұның көлемін кішірейту арқылы жаңбыр сияқты эффектқа жетуімізге болады екен. Сол сияқты суретке айналдырып мындай сыртынан жарықтандыру береді. Мындай обводка деген қасиеті, стилі мындай қасиет мүмкіншілік береді екен. Бұның да жаңа көрнектілігін азайтып көбейтуімізге болады, көлемін үлкейтіп кішірейтуімізге. Және де іштен сыртқа қарай, сырттан ішке қарай, және де ортадан деген сияқты үш қасиет бар. Мысалға мына қазір сыртқа қарай болып тұр, және де ішке қарай ауыстыратын болсақ, суреттің ішіне қарай мынау несі өзгереді, сыртқы обводкамыз. Және де ортадан несіміз, ортадан жаңа сызықтың ортасынан жоғары қарай және ішке қарай бірден ауысады екен. Сол сияқты бұл жерде жаңа нені түсін беруімізге болады, обводкамызды түсін беруімізге болады. Болмаса бұл жерде градиент қоюымызға болады. Обводкаға мысалы бір градиент беретін болсақ, мына жерде размерін үлкейткен кезде міне бұл градиенттің жаңа радиустық және де углдық деген сияқты, ромб деген сияқты жаңа нелерін, қасиеттерін бұл жерде де өзгертіп өзімізге керекті эффектілерға
жетүүбүзгө болот экен.